Әлеуметтік желіден сұрақтар келіп жатыр. Кейбір өңірлерде мәйітті қабірге қойған кезде бетін ашып жерлейді екен. Бұл дұрыс па дейді. Бұл шариғатымызға қайшы тірлік. Мәйітті қабірге қойған кезде ешқандай дене мүшесін ашпайды. Бар болғаны бас тұсындағы, бел тұсындағы, аяқ тұсындағы болған түйіндерді ғана шешеді. Сондықтан да мәйітті толықтай кебіндейміз, толықтай ораймыз. Ал енді бетті ашу деген қашан болады? Мәйітті жуындырып болған соң бүкіл денесін жауып, бетін ғана ашық қалдырады, туған туыстары қоштасып, соңғы рет көріп қалу үшін. Ал қоштасып болған соң мәйітті толық орап кебіндейді. Сол кебінді бұзбастан қабірге де солай жерлейді. Алла Тағала екі дүниеміздің амандығын берсін.